Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және оқушылар. Жалпы электролиз тақырыбына арналған үшінші лайфхак сабақ 2 күннің ішінде 20-дан аса лайк жинады. Сондықтан уәде еткендей, мен номері 4-ші лайфхак сабақты түсіргелі отырмын. Телеграм каналға мен жалпы тақырып ұсынуды айтқан болатынмын. Жалпы 2 тақырып ұсынылды. Бірінші тоталдық реакциясын электрондық баланс әдісімен теңестіру, екінші концентрацияға байланысты есептерді шығару әдісі дейді. Енді менің түсінгенім бойынша ерітіндінің концентрациясын өзгертуге арналған есептер, осы тақырып бойынша мен сіздерге лайфхакпен есептерді шығаруды қарастыратын боламын. Енді әдеттегідей сіздердің көп уақыттарыңызды алмауға тырысам, және бүгінгі бейнебаянның соңына дейін қараңыздар, себебі ұбт-да міндетті түрде келіп жүрген концентрацияға байланысты есепті де лайфхакпен шығаруды көрсететін боламын. Соңғы 2 есеп. Сонымен бірінші былай дейді. Тұз қышқылының 240 грамм 20% ерітіндісіне 160 грамм су қосқанда алынған ерітіндідегі тұз қышқылының масса үлесін тап деген. Мұнда есептерді кездестірген шығарсыздар. Енді бұған байланысты және бұған ұқсас қандай есептер келеді жалпы ұбт-да. Алдымен теориясына кішігірім тоқталып өтейік. Жалпы ерітіндінің концентрациясын 3 түрлі жолмен өзгертуге болады. Бірінші су қосуға болады, немесе еріген зат қосуға, еріткіш қосуға болады, екінші тұз қосуға болады, немесе оны еріген зат қосуға болады, үшінші екі ерітіндіні араластыруға болады. Есептің 3 түріне де біз бір ғана формуланы қолданамыз. Ол омега-1 көбейту М1 қосу омега-2 көбейту М2 тең омега-3 көбейту М1 қосу М2 деген. Енді әрқайсысының мәндерін қалай анықтаймыз? Есептің шартында егер судың массасы берілсе, судың мәні берілсе, біз оны әрқашан 0%-ға көбейтіп отырамыз. Неге? Өйткені суда еріген зат болмайды. Сондықтан да біз оны 0-ге көбейтеміз. Ал егер тұздың, қышқылдың немесе еріген заттың массасы берілсе, біз оны әрқашан 100%-ға көбейтіп отырамыз. Өйткені еріген зат 100% ол өзінен тұрады ғой. Әрі қарай мына формуланы қолданып есептерді шығара береміз. Қазір сіздерге нақты 5 есепті шығарып көрсетемін, сол арқылы сіздер түсінесіздер деген ойдамын. Бірінші, тұз қышқылының 240 грамм 20% ерітіндісіне 160 грамм суды қосқан. Енді бұны қалай шығарамыз? Әрине, омега-1 көбейту М1 деп отырамыз, 240 көбейту 20 болады. 240 көбейту 20%, қосу 160 грамм, бұл су ғой. Сондықтан біз оны неге көбейтеміз? 0%-ға тең омега-3, М1-іміздің орнына біз 240-ті қоямыз, ал М2-нің орнына әрине 160-ті қоямыз. Мынауымыз әрине жойылып кетеді. 240-ті 20-ға көбейтсеңіздер 4800 тең омега-3 көбейту 240-ға 160-ті қосамыз, ол 400-ті береді. Сонда омега-3-ті табатын болсақ, 4800-ді бөлеміз 400-ге, ол бізде 12-ні береді. Бұл А жауабы. Әрі қарай номері 2-ші есепке көшсек, былай дейді. Калий хлоридінің 250 грамм 6% ерітіндісіне 50 грамм су қосқанда алынған ерітіндегі калий хлоридінің масса үлесі. Әдеттегіде 250-ді көбейтеміз нешеге? 6%-ға қосамыз. 50-ді көбейтеміз 0-ге тең омега-3 көбейту 250 қосу 50. Әрине, мынауымыз тағы да жойылып кетеді. 250-ді көбейтем 6-ға 1000 жарым, 1500 тең омега-3 көбейту 300. Сонда омега-3-ті табатын болсақ, әрине 1000 жарымды бөлеміз 300-ге. Бұл бізде 5-ті береді. А жауабы. Әрі қарай, 3-ші. Енді былай деді. Натрий хлоридінің 150 грамм 20% ерітіндісіне 50 грамм тұз қосқанда алынған ерітіндегі натрий хлоридінің масса үлесі. Ал енді жаңа су қосты десе, біз әрқашан 0%-ға көбейтіп отырдық. Ал енді тұз қосты десе, біз енді нешеге көбейтеміз? 100%-ға көбейтеміз. Көбейту 100% тең омега-3 көбейту М1-іміз 150, М2-іміз 50. Әрі қарай шығарылу жолы бірдей. Мынауымыз жаңылмасам 3000-ді береді, мынауымыз бізде 5000 тең омега-3 көбейту 150-ге 50-ді қоссақ 200. Әрі қарай мынауымыз бізде 8000, оны бөлемін 200-ге тең омега-3. Сонда бұл бізде 40%. Дұрыс жауабымыз А нұсқасы тағы. Әрі қарай кеттік. Натрий карбонатының 200 грамм 20%, 200 грамм 13%, 300 грамм 8% ерітіндерін қосқанда алынған ерітіндегі натрий карбонатының масса үлесі. Бұл енді жаңағы екі ерітіндіні араластыру. Жай ғана бұл да тіпті оңай. 200-ге көбейтеміз 13-ті, 300-ге көбейтеміз нешені? 8-ді, тең омега-3 көбейту 200-ге қосамыз 300-ді. Өздеріңіз көріп отырғандай, ешқандай қиын ештеңесі жоқ.
Егер су десе 0-ге көбейтеміз, тұз десе, немесе еріген зат десе 100-ге көбейтеміз, ал екі етіндінің мәнін берілсе, екеуін бір-біріне көбейтеміз да массаларды қоса саламыз. Сондай 200-ді көбейтем 13-ке 2600, қосу 300-ді көбейтем, жаңылмасам 2400 тең омега 3 көбейту не болады? 200-ге 300-ді қоссақ 500 болады. Мынауымыз енді бізде 5000-ді берейін деп тұр, оны бөлемін 500-ге, ол бізде омега 3-ті береді. Сонда бізде 10%, дұрыс жауабымыз Д нұсқасы. Әрі қарай 5-ші есепті қарастырсақ, былай дейді. Калий нитратының 200 грамм 2%-ді. Сәйкесінше 200-ді көбейтеміз 2%-ға, қосамыз. 100-ді көбейтеміз 5%-ға, тең омега 3 көбейту 200 қосу не болады? 100 болады. Әрине, мынауымыз 400-ді береді, мынауымыз 500-ді береді, тең 300, омега 3 көбейту 300. Сонда 900 бөлу 300 тең омега 3. Сонда ол бізде әрине 3%-ды береді екен. Сіздерге түсінікті деген ойдамын. Әрі қарай енді тағы да сіздер ұбт-да мынадай есептерді кездестірген шығарсыздар. Былай деді. Массасы 200 грамм 15%-ық натрий гидроксидінің ерітіндісі тығыздығы беріледі, малярлық концентрациясын есептеңіздер деп. Мұнда әрине дәстүрлі әдіспен шығарсаңыздар ұзақ жолды алады. Енді бұны лайфхакпен мынау формуланы өздеріңізге скрин жасап алыңыздар. С тең омега көбейту ро, тығыздық көбейтілген 10 бөлінген масса еріген зат деген формула. Осыны есте сақтап алсаңыздар, әрі қарай бұған байланысты есептік дәстүрлі жолмен шығарудың мүлде қажеті жоқ. Енді нақты мысалмен қарастырып көрейік. Концентрацияны қалай табамыз? Сонымен омега деп отырғанымыз ол 15%, көбейту тығыздығымыз 1/12, көбейту тұрақты, онда әрқашан тұрақты, ал бізде натрий гидроксиді берілген, натрий гидроксидінің емері бізде 40-қа тең. Сонда 15-ті көбейтем 1/12-ге, көбейтем 10-ға, бөлемін 40-қа. Сонда 4/2 шығады екен. 4/2 малярлы ерітінді шығады. Дұрыс жауабымыз Б. Өздеріңіз бүгін лайфхакпен екі формуланы үйрендіңіздер, сонымен қолданып ұбт-да ерітіндіге байланысты есептерді жылдам әрі дұрыс шығаруға болады. Сонымен былай дейді, 500 мл 0,6 малярлы күкірт қышқылы ерітіндісінің массалық үлесін есептеңіздер дейді. Жаңа формуланы омега көбейту ро көбейтілген 10 бөлінген масса еріген зат. Енді біз осыдан омеганы табу үшін әрине біз С мен М еріген затты көбейтеміз. Формуланы түрлендіруді білесіздер деген ойдамын. Ро мен 10-ға не істейміз? Бөлеміз. Сонда бізде 0,6-ны көбейтеміз 98-ге, өйткені күкірт қышқылының эмері 98. Бөлеміз. С деп 0,6 ол С біздің концентрация. Ал ромыз 1/1 көбейтілген 10. Сонда 0,6-ны көбейтем 98-ге, бөлем 11-ге деген сөз. Сонда 5,345. 5,345% шығады екен. Дұрыс жауабымыз Д нұсқасы. Құрметті оқушылар, бұл да нағыз ұбт-да келіп жүрген есептің шығару алгоритмі. Сіздерге түсінікті деген ойдамын. Енді осы бейнебаян 25 лайк жинағанда және комментарийға қалдырсаңыздар, сол тақырып бойынша 5-ші лайфхак сабақты түсіретін боламын. Сондықтан да бейнебаянға лайк басуды ұмытпаңыздар, каналға жазылыңыздар және комментарийға 5-ші қандай тақырыпты түсірейін, соны міндетті түрде жазып қалдырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет, сау болыңыздар.